Алла тағала жарылқасын, тойларыңыз той қыласын. Әрдайым жақсылық болсын, жақсылықта сіз біздесіп ойнап, күліп, шапқылап жүре беріңіздер. Тойларыңыз той қыласып, бұйыртқан ас дәметкен әруақтарға тие берсін. Дәметкен асты. Аумин. Аумин. Әрбір дастарханымызға үлкен ас ет мінеке қойылатын болады. Қонақ келсе, әр қазақтың шаңырағында ет пісет. Ет піспесе, бет пісет деп жатамыз. Келген мейманды атам қазақ мінеке құр сөзбенен тойдыра алмайсың дейді. Мазаларыңызды алмайық, осындағы жас үлкен ағаларымыз, аналарымыздың құрметіне кереметті әуезді әсем ән болсын. Той қаласына қайын. Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын, жәудіреп от жанарын, неліктен көп қадалдың, қара көзіңнен мөлдір, торғай даласын көрдік, сен дала боп ендің, тағдырыма. Қара көзіңнен мөлдір, торғай даласын көрдім, сен дала боп ендің, өр тағдырыма. Бақыт жоқ талаптан бай, пейліңнен таң атқандай, тәңірім
еркем сені мен үшін жаратқандай қара көзіңнен мөлдір торғай даласын көрдім сен дала боп ендің. Егерде тірі болса өзінің ата анасы, одан кейін өзінің ұл қыздар екені баршаға мәлім. Аллаға шүкір, мінекей ата анамызды төрімізге шығарып ағайын туыстың батасын алып, мінекей көпшілік үшін той жасап беріп жатқан Асқар Тау әкемізбенен анамыздың барша ұлдары, келіндері, қыздары, күйеу балалары, немерелерін шақырайық ортаға. Келіңіздер, ата анамыздың байлықтары қанекей. Байлықтары, ұлдары, қыздары, күйеу балалары, келіндері, мінекей Аллаға шүкір ортамызда. Бұл кісілерге де бір шынайы қол соғып қошеметтеріңізді ұрып қойсаңыздар, ардақ ағайын, артық етпейді. Біз қазақ елінде 5 уақыт намаз оқысаң Аллаға есеп бересің, той жасасаң ағайын туысың есеп бересің деп жатамыз. Аллаға шүкір, мінекей ата анамыздың, ұл қыздарының сіздерге деген кішігірім есебінің куәсі болдық. Бүгінгі тойымызға енді ет жақындары, нағыз жанашырлары келіп отыр ағайын. Осы тойымыз басталғалы аз тілектер айтылған жоқ. Көпшілігіміздің тілейтін тілегіміз осы ата анамыздың ұлдарына, қыздарына бақыт тілеп жатыр. Мен айтар едім, Аллаға шүкір, ата анамыздың ұл қыздары бақытты. Неге десеңіздер, дәл осындай Асқар Тау әкесі бар, дәл осындай ақ жаулықты анасы бар. Өмірде бала үшін одан асқан бақыт жоқ шығар. Құдайымыз осындай бақытымызды көп көрмесін, ұзағынан сүйіндірсін. Осы мінекей ата анамызға деген жақсы тілек ниетімізді енді үлкендерімізден бастап жалғай отырайық, өзіңізге ұсынайық. Мінекей анамызға сіздерді сыйлап құрметтеп келген меймандарға деген бір ауыз тілек ниет өзіңізден болсын. Мінекей Құлақ түрейік. Ассалаумағалейкум. Тойға келген құда жекжаттар, аман есен келулеріңмен тойларыңыз құтты болсын. Ал папа, мама, бүгін жасап отқан тойларыңыз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпей, арамызда шапқылап жүре беріңіз. Тойға ұлассын. Рахмет. Ал, қанекей, өзіңізге ұсынайық. Той көпшіл қауым той құтты болсын. Анамыз бен әкеміздің 50 жас алтын той құтты болсын. Осы кісілерді сыйлап, құрметтеп келіп отырсыздар, барлықтарыңызға рахмет. Анашым мен әкешіме айтатыным, өмір жастары ұзақ болсын, денсаулықтары мықты болсын, қартаймасын, өзіміздің алдымызда шаққылап жүре берсін. Талай қиыншылықта, талай неде әйтеуір немізді көтеріп, өсірді бізді. Бұл неге шыны керек, қалай айтам, өзімізден жеткен жоқпыз ғой. Осы кісілердің қиыншылығымен әйтеуір біздің немізді көтеріп, түгел өсірді. Әке-шешеме рахмет, мың алғыс. Құрметтеймін, сыйлаймын. Бұл кісілердің дәрежесі өте жоғары мен үшін. Рахмет, мама, папа. Туған күндеріңізбен. Енді ағамыз, бүгін енді қуаныш, бүгін той. Осы дүйім жұрттың алдында Асқар Тау әкеңізбенен анаңызды бір шынайы құттықтап қойсаңыз болатын шығар. Мінекей қол соғып қошемет ұрып қойып. Мінекей Разы болсын Алла сізге ана, өмір беріп өсіргеніңе. Разы болсын Алла сізге әке. Рахмет. Ал енді қыздарымыздан бір ауыз тілек ниеттің куәсі болайық өзіңізге. Ал мынау бүгін біздің отбасымыздың қуанышын бөлісіп, әкеміз бен анамызды сыйлап, біздің ақ дастарханымызды құрметтеп келген барша қауым барлықтарыңызға үлкен тағзым. Мама, папа, мына бізді өсірдіңіздер, жеткіздіңіздер, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай. Бізді осы оқыттыңыздар. Бар биіктен көрінсін балаларым деп, бар шын көңілдеріңізбен ақ жол тіледіңіздер бізге. Мына қалған өмірлеріңіздің бейнеттеріңіз, зейнеттеріңіздің бейнетін көріп, алдымызда күліп ойнап, жүр жасап жүре беріңіздер. Ұрпақтарыңыз көбейіп, сіздерге бар жақсылықты тілеймін, кішкене толқып тұрмын. Мама, папа, жандерім. Сол біздің
биікке ұшсын, самғасын деп осы уақытқа дейін бізге дұға тілектеріңізді арнап отырдыңыздар. Енді ұрпақтарыңыз емін жасарып, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздерге үлкен тағзым, рахмет. Құттықтап қоюыңызға рұқсат мінекей. Асқарда әкеңізбенен анаңызды мінекей. Аяулым өзіңмен мақтанамын, ана, мен сені Меккеге апарамын, ана. Асқарда әкемізге деген қазақи шапанымыз, анамызға мінекей камзолдарымыз табысталып жатыр. Енді әрмен қарай тілек ниетімізді өзіңізге. Ал мама, папа, туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Ендігі алдағы өмірлеріңіз тек қана бақыт пен қуанышқа толы болсын. Барлық жақсылық тілеймін сіздерге. Құттықтап қояйық, мінекей анамыз. Ал енді әрмен қарай тілек ниетімізді жалғайтын. Ағамыз енді түйін дейтін болады. Қазір енді жеңгеміз өзіңізден бір ауыз тілек ниеттің куәсі болайық. Ал мама, папа, бүгінгі алтын тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осы біздің қасымызда, немерелеріңіздің қасымызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Өте қатты сыйлаймыз сіздерді. Әдемі қартайыңыздар, жүздеріңізден тек қана күлкі кетпесін. Сіздерге өте басымды ем. Ең жақсы ата енесіздер сіздер бізге. Өте қатты жақсы көреміз сіздерді. Сіздердей ата ене жоқ бұл өмірде. Қасымызда аман болыңыздаршы, болды бізге сол ғана жеткілікті. Мына исламдардың Құда қаласа үйленген тойларын көріңіздер. Бізге әлі керексіздер. Біздің екі келініміз ғой енді. Біздімізді жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, сіздер бәрін үйретіп, үлкенге құрмет, кішіге қызмет, осы ақылдарыңызды әлі айтып жүріңіздер. Бізге әлі керексіздер, әлі ақылдарыңыз бізге керек. Исламымыз бар әлі үйленетін. Солардың қастарында жүріп, құдағыларды көріп, ойнап күліп жүріңіздер. Тек қана денсаулықтарыңыз мықты болсын. Болды. Рахмет, келіндеріңіздің ата енесіне деген бір ауыз тілек ниетінің куәсі болдық. Енді әпке, сіздің бір ауыз даусыңызды енді әкеміз естиміз деп жатыр. Өзіңізге ұсынайық. Бір ауыз тілек ниет өзіңізден болсын ғанеке. Қосай. Рахмет, әпкемізден жыламайық, көзімізден жас шықса тек қана қуаныштың жасы болсын дейміз. Қазақта айта деген көзінен жас шықпаған адамнан мейірім күтпе деп, жүрегі мейірімге толы қыздарыңыздың бір көңілін толқуын басып қошеметтеріңіз көрсетіп қойсаңыздар артық етпесін екен. Немерелердің үлкенінен бастаймыз енді. Ал ғанекей, өздеріңізге ұсынайық. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал апа, ата, бүгінгі сіздердің мерейтойларыңыз шын жүректен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, ортамызда аман есен жүре беріңіздер. Әйтеуір барлығымыз осы сіздердің үйлеріңізден тәрбиеленіп, барлығымыз осы тұрған немерелер тәрбиеленіп шықтық қой. Рахмет сіздердің берген тәрбиелеріңізге көп-көп. Сол ауырмаңыздар, әрдайым өйстіп көз алдымызда шапқылап, күліп жүре беріңіздер. Тағы да көптеген жақсылық, қуаныш бола берсін. Сол. Сапалақ қайда? Рахмет. Ал енді Болат ағамыз өзіңізге ұсынайық. Қане, бір ауыз. Ал құрметті ата-апа, тойларыңыз құтты болсын. Біз сіздер жақсы көреміз. Кішкентай кезімізден бері бізді өсірдіңіздер, қақтыңыздар, бақтыңыздар. Құдай қаласа өскеннен кейін сіздер үшін
барлығын жасауға дайынбыз. Құдай қаласа біздің үйлену тойымызды көруді сіздерге нәсіп етсін. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздердің мектепте қаншама жыл осы ауылда оқыдым. Сіздердің арқаларыңызда барлығы. Оқуға кетсем де сіздерді, Құдай қаласа 11 бітіргеннен кейін оқуға кетсем де сіздерді қатты сағынам. Сіздерді қатты жақсы көреміз. Жалғызым жаным жана Ата апасына деген мінеге немерені бір ауыз керемет естістік ықыластың куәсі болдық. Ал ағамыз өзіңізге ұсынайық, осы мінеге сіздерді сыйлап, бүгінгі тойдың енді мінеге алыс жақынан келген қадірлі меймандарымызға, ата анамызға деген бір ауыз тілек ниет өзіңізден болсын. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі менің әкем мен шешемді сыйлап, әрине сол кісілерді сыйлағаннан кейін осы тойға келіп отырсыздар ғой. Барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдірем. Енді біздің әкеміз бен шешеміз бізді бағанан бері айтып жатыр ғой, өсірді, жеткізді. Әсіресе менің өзім шешем мектептің қоғамдық несіне жаңағы жұмысына араласып жүріп, бәрімізге қолымызға диплома беріп, осындай дәрежеге жеткізді. Сізге рахмет. Сол шешем еңбек еткен жерде мен қазір өзім де қызмет етіп жүрмін. Осы соның барлығы менің атам мен әкем мен шешемнің үлкен арқасы деп білем. Енді не айтамыз, құрметті құда-құдағилар, құрметті менің нағашыларым, құрметті менің ошақты бауырларым, құрметті менің әріптестерім, құрметті менің ата-аналарым, көршілерім, сіздерге үлкен алғысымды білдірем. Қазақта айтады ғой, тек қана әркім өзінің сыйласқанның құлы бол дейді. Сондықтан барлығымыз тек қана жақсылықта жолығып, Құдай қаласа әкеміздің бүгін шешеміздің алтын тойын жасап жатсақ, Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа гауһар тойын көруге нәсіп етсін. Папа, мама, сіздерге үлкен рахмет. Біздің енді осындай дәрежеге жетіп, өсіп, өніп, қатардан қалмай, қалың шаңның ортасында жүргеніміз ол сіздердің арқаларыңыз деп білем. Тағы не айтам? Енді баған айтып жатырмыз ғой, толқыған кезде адамға көптеген бір жүрегінде ақтарылатын тілектері көп. Бірақ енді қазір соны жеткізе алмай тұрмыз. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Барлығымыз ата-анамызды сыйлайық, құрметтейік, бағасына жетейік. Сол кісілерді сыйласақ, ешқашанда жаман болмаймыз деп ойлаймын. Негізі еңбек демалысыма шыққан кезде жазда айтамыз ғой, мұғалімдерде отпуск деген нәрсе бар. Сол кезде әкем мен шешем айтқам, сіздер Сарыағашқа барып, санаторийға барып демалып келіңіздер, Құдай қаласа деп едім. Ол кісілер Сарыағашты санаторийға барғысы келмеді. Ол кісілердің жүрек қалауы осы халықтың ортасында, құда-құдағилардың, жекжаттардың ортасында бір кішігірім той жасап беру біздің балалық міндетіміз деп білем. Сондықтан енді бізді баққан әкеміз бен шешемізге біздің кішкентай бір сый-сияпатымыз бар. Соны табыстауға рұқсат едіңіздер. Енді бірінші әкемізден бастайық. Папа, келіңіз ортаға. Енді кішкене жастық шақтарын еске алсын деп, енді бұл кісілер кезінде лимузинға мінді ма, мінбеді ма, мен білмеймін. Бірақ сол кішкентай ғана жастық шақтарын еске алсын деп, қатар құрбыларымен бір күндіз бүгін кішкене бір той алдында қымызханаға алып барып, осы кісілердің бір батасын алайық деген бір жақсы ой болды. Сондықтан күндізгі жаңағы серуенге шығарып, әбден кешіп келатқан ойладым мен, шешемді тағы да біреу алып қашып кетті ма деп. Сондықтан бұл кісілердің жұптарын ешқашанда Құдай ажыратпасын. Алла тағаланың өзі айтады екен ғой, жұптарын жазбайтын пенделерді Құдайдың өзі жақсы көреді екен. Сондықтан жалғыз менің ата-анам емес, барлықтарыңыздың ешқашанда жұптарыңыз ажырамасын. Шыққан жерлеріңіз төр болсын. Енді менің әкеме деген біздің сыйлығымыз бар.
Аха. Қыста жаурамай жүрсін деп. Ең үлкен сый жасаған мына сен едің. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің. Енді әкеміз жылы жүргеннен кейін әрине анамыз да жылы жүру керек, құрметті қонақтар. Сондықтан қазақ жаңағы айтады ғой, орамал том болмайды, жол болады дейді. Сондықтан біздің анамыздың асырап баққаны соған бір кішкентай ғана сый сияпатымыз болсын деп құндыз шапан жапқымыз келіп тұр. Анашым тойла бүгін тойыңда, анашым өзің күнім айымда. Десте гүлдеріп, гүлдерді сізге беріп, төріме отырғызу ойымда. Әй, десте гүлдеріп, гүлдерді сізге беріп, Енді төріме отырғызу. айтады ғой, негізі той ер адамдікі, өмірі бір неғылмай қалады деп. Енді біздің шешемізге деген тағы да бір кішкентай бір алтындай жарқырап жүрсін деп, ел алдында ардақты болсын, мойнына алтын жүзік, алтын алқа таққымыз келіп тұр. Кешірім өтінемін. Анашым аман жүрші біздердің бағымызға. Сүрейіп көңілді біз өмірді, шүкірді барыңызға. Анашым аман жүрші біздердің бағымызға. Жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші, жадырап жанымыздай. Мейірімін бөлген әр баласына жан жетпес бағасын. Енді біздің бар сый сияпатымыз осы, шамамыздың жеткен дүниесі осы болды. Сондықтан барлықтарыңызды, Құдай қаласа барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда той болсын. Алла нәсіп етсе, кез келгеніңіз тойға шақырсаңыздар, арқа жарқа болып баруға Алла нәсіп етсін. Аллаға шүкір, ата-анамыздың мінекей байлықтарының ата-анасына деген құрметінің куәсі болдық. Ата-анамыз енді баршаға мәлім осыларды жеткізу үшін еңбек етпеді емес, еңбек етті. Сол еңбектің мінекей кішкентай ғана зейнеті шығар. Алла қаласа бұдан да үлкен құрметке ата-анамыз лайықсыздар. Осы мінекей киімдеріңізді, алтындарыңыз тек қана жақсылыққа, қуанышқа киюді тағуды өздеріңізге нәсіп етсін. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген сөзбен, сол әнмен баршамыз өскен баламыз. Бірақ қазіргі заман талабына сай, анасы бар адамдар емес, осындай ұл қыздары жақсы ата-аналар ешқашан қартаймайды екен. Олың жақсы болса, жердің үсті жақсы, ұлың нашар болса, жердің асты жақсы деген қазақтың баласымыз. Осы өсірген ұл қыздарыңыз, ата-аналарымыз Алла қаласа елге қараған беттеріңізді ешқашан жерге қаратпасын. Немерелеріңіздің арман тілек ниеті орындалып, солардың үлкен үйлену тойында екеуіңіз қасқайып төрде отырыңыздар Алла қаласа. Мен құдамын, мен құдағимын деген күнге жетейік. Осы мінекей әкемізбенен анамыздың отандасқанына 50 жыл болып, алтын тойдың құрметіне осы тәтті тағам тортымыз бар еді. Өздеріңіз бір қол соғып, қошемет ұрып, арнайы ата-анамыздың тәтті тағамын алдырайық ағайын. Рахмет. Бізде енді ата-анамызда шөбере бар ғой, немере бар, шөбере бар, Аллаға шүкір. Шөбере осында ма? Біз қазақта немеренің қолынан май жаласақ, сол немереден шөбереге жетіп, шөберенің қолынан су ішу әрбір ата-ананың арманы. Рұқсат болса мінеке ата-апасының аузын шөбересі жақсылап майласын ағайын. Қошеметтеріңіз қанекей. Ата-анамыз ғұмырларыңыз осы торт секілді тәтті болсын, ләйім тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын. Енді
қыздарымыз әрбір дастарханға сүт қатқан шайменен әдемілеп апарып берулеріңізге рұқсат. Біз отбасымызбенен ата-анамызды ортаға алып бір естелік суреттің куәсі болайық. Қанекей. Ана әке жанға қуат дәрісің, ана әке біздер гүлді әрсің, ана әке ұқтым өмір мәнісің, ана әке мың рахмет бәршін. Рахмет. Енді нені беріңіз, шубаны беріңіз қыздарға, я? Ата-анамыз енді өздеріңіз ортаға келіңіздер. Біз қазақта 60-бай, 70-бай, 80-бай, 90-бай, 100-байларда дүниеге келген өздеріңіз білесіздер. Осы мінеке өздеріңіздің қуаныш тойларында апамды бір күндіз люмизинмен қыдырдық. Енді бір вальске шақырайық, апамды бір 70-байдың әрекетін жасайық, көке. Сіздердің құрметтеріңізге керемет әуезді әсем ән болсын. Ағаларымыз, апаларымызды ортаға алып шығып вальс билеулеріңізге рұқсат. Қуаныш құтты болсын, той қаласын, көке. Қанекей. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз, аңсаумен өткен өмірге мынау нетерміз. Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін, көк аспандағы ай менен күндей екенбіз. Жаным-ау менің жағама таққан тұмарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға, ұнарса көрсем де жақсы өзгеден. Қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туған ауыл ел жұртың өткен бақытты, өзіңді күнде жүретін көріп көзбенен. Жаным-ау менің жағама таққан тұмарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға. Жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға, ұнарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың, өзіме ғана сыңарсың. Ағайын мен ел керек деген қазақтың баласымыз. Айналайын ағайын ағайыннан ажырап, қайда бар боңайын десем неке, осы бүгін той деп, қуаныш деп аяғынан тік тұрып қызмет қылып жүрген бауырларымызды тілек ниеттің алаңына шақырамыз. Және дена кілемнің егесі табылған екен. Осы дастарханнан билет кімде? Кілем сізде ма, апа? Апама. Сіз апа, енді әуре болмай-ақ қойыңыз, сізге өзім апарып берейін. Ой, бәрекелді. Құрдастарға бір қол соғып қошемет ұрып қойыңыз. Мынау сіздерге, апа, тойдан тобықтай. Бауырларымыз Орынбек ата
Зина апа, Данияр жұбайы менен, Гүлнар Баулжан, Айдар Жанар, Шайділдар Райхан, Ораз Алма, Дүйсебай Жанар, Айдар Гүлдана, Ерболат Роза, Азамат Зина, Жомарт Камшат, Еркін Қарақат, Емел Гүлнұр атты барша бауырлар қауымы келіңіздер. Қанағай. Рахмет асаба. Тәте жише, мына бүгін жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Мына алтын тойларыңыз гауһар тойға оласын. Немере шөбірен тойында өстіп ойнап күліп жүре беріңіздер. Ал тәте, мына 75 жасыңыз құтты болсын. Дешем екеуіңіздің отау құрғандарыңыз 50 жыл болыпты, алтын тойларыңыз құтты болсын. Ең бірінші денсаулық дейді ғой, денсаулықтың арқасында жетіп отырсыздар. Құдай денсаулық берсін сіздерге. Не дейміз? Мына енді немерелердің алдын тойын көрдіңіз ғой, немерелердің тойын көріңіздер, шөберлердің тойын көріңіздер. Мына сіздердің осы жастарыңызды, жолдарыңызды бізге берсін. Үйлеріңізде тек қана қуаныш болсын. Не дейміз? Дендеріңіз сау болсын, ең негізі осы. Әйтеуір денсаулықтың арқасында осы қызықтап жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін ағамыз Орынбас әтенің 75 жасы. Әтеміз бен жеңгеміздің отау құрғанына 50 жыл алтын тойы құтты болсын. Жаңа шөберенің қолынан майзалап атсыздар. Сол кісілердің тойларында бас қосайық. Аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Дастархандарыңыз тек қана тойға жайылсын. Бала шағаңыздан қызығын көріңіздер. Осы қызығын көрген деген осы шығар міне. Дүркірет той жасап жатыр. Мына Ебока мен Болат бауырым. Тойға оласа берсіңіз. Қарасаңыз, неңіз кетті, бір қараңыздаршы. Шапалақ қайда? Ағаларымыз, жол кімдікі? Өзіңізге сынайық қанеке. Ассалаумағалейкум барша қауым. Тәте жише, алтын тойларыңыз құтты болсын. Тойдан той қуаныш болсын шаңырақтарыңызда. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін, Алла қаласа. Тек қана той болсын. Аман болыңыздар, жүзге кеңіздер. Қуаныштымын. Құттықтаймын. Туған күндеріңізбен құттықтаймын. Рахмет, үлкендеріміз қанеке, өздеріңізге ұсынайық. Ал тәте жише, бүгінгі той құтты болсын. Мына көпке той өнеге болып жатыр. Балалардың жасап берген нәрсесі, земні қанша жаңа мына іште шыққан балаларды қарап тұрмыз ғой, бәр қолдарыңызды өсіпті ғой. Қандай еңбек, сіздің пейіліңіз, оның барлығы тек қана өсіп шыққан жоқ, оның бәрі тәрбие алды, жақсы, міне жақсы үлкен азаматтар, азаматшылар болып, осында осы сіздің қолыңыздан өсіп шықты бәрі де. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Жаңа өлмеген құл алтын аяқтан ас ішеді дейді ғой. Қандай жақсылықтарды осы балалардан аман есен болсаңыздар, осы балалардан көптеген жақсылықтар көре беріңіздер. Жаңа лимузинға мініп жатсаңыздар, енді келесі тойда құдай қаласа мынау аспанда тік шақпан дейді, тік шақпан ұшырыңыздар. Сондай үлкен тойға жетіңіздер. Балаларыңыз аман болсын, осылардың қызығын көріңіздер балалардың. Құрметті тойға жиналған қауым, Светакпе, Орынбас әте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бұдан да үлкен тойда бас қосайық. Жомарт ағай айтып жатыр ғой, көз алдымызда біздің де өтіп жатыр қазір. Бір шатырдың үй бөлек демесең, бір шатырдың астында өстік қой бәріміз. Жолдыз, Құндыз, Ерболат, Болат бәріміз. Сіздердің жүріп өткен жолдарыңыздың бәрі, істеген еңбектеріңіз, тірліктеріңіздің бәрі біздің көз алдымызда. Құдайға шүкір, сол еңбектің бәрі ақталып, бүгін мынандай үлкен бір той болып жатыр. Ұзағынан сүйіндірсін. Құдай қаласа, бұдан да үлкен тойда бас қосайық. Ислам үйлену той деп жатыр ғой. Ислам, Жаслан, ең соңында Али-Поштардың тойын көрейік, құдай қаласа. Сол.
Рахмет. Көрінген таудың алыстығы жоқ деген қазақтың баласымыз, Алла қаласа сол тойларға төрт көзіміз түгел жетейік. Енді әпкеміз өзіңіз түйіндеп беріңіз, тойға оласыз. Тәте шеше, мынау алтын тойларыңыз құтты болсын. Әлі де ұзақ жасай беріңіздер. Сіздердің бақытты болып осылай бірге қосақтарыңызбен бірге қоса қарып, немере шөберенің рахатын көріп жүргендеріңіз бізге де қуаныш. Көзімізді әйтеуір жыртитып ашқалы. 4 жасымда болған сияқтымын ғой, қазір енді 50 жыл болса, мен сонда 4 жасар екенмін. Шешеміздің, әкемнің жалғыздығын есіме түссе жылағым келеді. Әкемнің жалғыздығы да астында білдірген жоқсыз тәте. Сіздерге ризамын мен. Рахмет. Есіме түссе жылағым келеді. Ораздың тойында да аман болыңыздар. Рахмет. Жанашырларымыз, бауырларымыз, енді қалғандарымыз қосылатын шығармыз, я? Ағамыз, енді өзіңіз ер азаматтардың бәрінен бір ауыз тілек ниеттің куәсі болды. Тәте, шеше, тойларыңыз құтты болсын, той қаласа берсін. Әрдайым алдымызда аман шапқылап, қартаймай, осылай жап-жасап жүре беріңіздер. Мен кішкентай кезімде көрген тәтемен шешем тура сол түрі, әлі сол түрі ғой. Ризамын ғой. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Өбірлі-шүбірлі, немере, шөбере, непшөк, шөпшөк көре беріңіздер. Денсаулықтарымыз мықты болсын. Сіздерге көп-көп рахмет. Мен де сіздерді қатты жақсы көремін. Бауырларымыз, тілек ниеттеріңізге мың алғыс. Сіздерде енді өкпе деген болмайды. Сіздер өйткені бауырсыздар. Мінекей бауырлардың бір ауыз тілек ниетінің куәсі болдық. Ағамыз, жеңгеміз ортаға келейік. Бауырлардың ортасында бір естелік суреттің куәсі болайық. Сисияпаттарымызды естелікке суретке түсіп болғанын әдемлеп табыстақ қоюларыңызға болады. Жан бауырым, сендей бауыр тек менде деп мақтанамын. Жан бауырым, бар жылысын, бар жұмсағын сақтағаным. Жан бауырым, қайда жүрсем жүректесің, ойымдасың. Жан бауырым, Алла бірлік ынтымақтан айырмасын. Жан бауырым, сен мен үшін өттің өмір сандауылым. Сенің арқаң менің мына бал дәуірім. Сенің бағаң ал. Бауырлардың естелік суретінің куәсі болайық. Қанеке, келіңіздер. Жақын тұрайық. Боше. Ал, бауырлар, құдаларымыздан бастап барша мейман би алаңына шақырайық. Сіздердің құрметтеріңізге. Балқия!
Кереметей алтын тойымыздың көбі кетіп аз қалып жатқаны баршаға мәлім. Үйге қарай асықпайық, әйел азаматшалардың құлағына алтын сырға бір ауыз тілек ниеттенген арнайы тойы бастар керуен тартатын боламыз. Қазір осында мінекей тілек ниеттің алаңына Асқар Тау әкемізбенен анамыздың барша құрдастары, Болат ағамыздың әріптестері, жекжаттары тілек ниеттің алаңына шақырайық. Айгүл, Халқа Айым, Ғалия, Нұрбек, Венера, Нұрболат, Жанар, Дана, Гүлмира, Асылбек, Айнұр, Амангелді, Есенкүл, Нұрмахан, Наташа, Шакен, Тоня, Рахима апа, Бану апа, Өсергүл апа, Мұхаммеджан атамыз бенен Ұлданай апамыз, Райхан әпкеміз, Гүлжан әпкеміз, Жаңыл апа, Кама, Ринат, Дина аттымдығы аттары аталған қадірлі меймандарымыз келіңіздер. Билеп-билеп тілек ниеттің Асқар Тау әкеміз бенен анамыздың құрбылары, достары, құрдастары Аллаға шүкір ортамызда. Сол кісілерден бастап неге бір ауыз тілек ниеттің куәсі болайық. Ал көке, өзіңізге ұсынайық әнеге тойға оласын әнеге. Рахмет, асаба. Орынбас, Света, мына тойларың құтты болсын. Бұл Орынбас бір жағынан күйеу бала, бір жағынан күйеу бала, бір жағынан қатарым. О баста кішкентай кезімізден бірге өстік. Мына тойың тойға оласын жаным. Әрқашанда осындай, ең жаман күнің осындай болсын. Ең жаман күндерің. Алайда, не дейін, ұзақ жасаңдар. Алланың пешенеге жазылған жасын жасап, ойнап күліп жүре беріңдер ортамызда. Ал құрметті тойшыл қауым, мына бүгінгі болып атқан Орынбас пен Светаның тойына келіп осылар, қадамдарыңыз құтты болсын, бәріктеріңізге жұғысты болсын. Орынбас, Света. Мен тыңдасаңдаршы. Ақшаны ала берме. Орынбас, Света, мына көрсеткен ұл қызыңның қызығын көріп, Құдай қаласа мінекей шөбереңнің қолынан торт жалабасыңдар. Тойларың тойға ұласын, жастарың ұзақ болсын, өмір бойы қол ұстасып бір жасықта қартайыңдар. Соған мен тілектеспін. Ал тойға жиналған қонақтар, бүгін мынау менің туысқаным Орынбас. Мынау көде асың. Мен отау құрып тұрғаннан міне 50 жыл болыпты. Туысқаным 75-ке кепті. Өте жақсы жал. Мынау 50 жас деген, 50 жыл деген тұрған оңай емес, бағана да айтып ем. Ай, мына туысқанымның ошақтардың ішіндегі дәуі қазір сол, Орынбас. Соның мына бір әйелмен 50 жыл тұрғаны қандай батырлық? Батырдың арқасында еді. Осыларға денсаулық тілеймін. Мына бала шағасының немерелері бар, шөберелері бар, солардың қызығын көрсін. Бірінші байлық денсаулық. Сол денсаулық болсын. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Тойға ұласын. Ал Орынбас, Света, алтын тойларың құтты болсын жаным. Мына ұл қыздарының қызығын көріңдер, немере шөберелерінің ортасында күліп ойнап жүре беріңдер. Құда қаласа шөберенің тойын көру нәсіп етсін, тойларын тойға ұласын жаным. Зор денсаулық тілеймін, қолдарын ұстасқан ажырамасын жаным. Ортамызда жүре беріңдер.
тойға келген көпшілікқа. Бұл кісі менің жақын жиенімнің келіншегі. Талай қатар бірге жатып едік. Отыршы. Екеуміздің бойымыз да бірдей, ойымыз да бірдей. Айналайын, рахмет саған тойға келген. Тойға ең көпшілік қауым той құтты болсын, той қыласын. Света Орынбас, тойларың құтты болсын. Бұндай неге жеткенде жетпегенде бар. Ұрпағыңмен мың жаса дейді, ұрпақтарыңмен мың жасаңдар, дендерің сау болсын, бала шағаңа рахмет. Рахмет. Енді әріптестердің бір ауыз тілек ниетінің куәсі боламыз. Мен Олжан әпкемізді ортаға шақырсам деген ниетіміз бар. Олжан әпкеміз біздің ортаға келсеңіз, енді өзіңізге ұсынайық қанекей. Құрметті көпшілік қауым, бүгін мінекей тәтем мен шешемнің алтын тойына келіп отырсыздар. Осындай той барлық шаңыраққа, барлық отбасыға жұғысты болсын. Мінекей ұл қыздарынан ата-анасының қандай тәрбие алғанын көрдік. Мінекей сіздерге үлкен жақсылықтар жасап, осындай керемет зәулім үйде тойларыңызды жасап беріп жатыр. Құдай қаласа, сол Ерболат пен Болат ұлдары осындай әкелеріне де осындай той жасау жұғысты болсын. Мінекей Света жешем өте ақылды, мейірімді, бауырмал. Жаңағы мен анам айтып кетті ғой, той жасаған кезде жаңағы лағман мен борышты үйреткен болу керек. Қандай үйде жиын той болса, Света білет, Айша білет деп отырады. Өйткені осы кісілерге әбден сенген, барлық ошақлардың тойында осы екі кісі, мына жерден Айша шешем жоқ, осы кісі екі кісі атқарып жүретін. Мінекей соның қайдарымы, мінекей қызығын көре беріңіздер. Шөбере тойында сіздердің ана төрде отырғызсын шөберен тойында. Болат пен Ерболат бауырыма үлкен рахмет. Осындай әрбір бала ата-анасын осылай құрметтеп, сыйлап жүре берсін. Той құтты болсын. Тек қана жақсылық, шаңырақтарыңызға той деп келейік. Тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ол қыз немерелерінің қызығын көріңіздер. Рахмет, мың алғыс. Әпкеқа сізге арнай береміз. Көкемізден бір ауыз тілек ниеттің куәсі болайық қанекей. Ой, рахмет. Орынбас көке, тойың құтты болсын бүгін. Міне 75-ке, қажа бүгін 80-ге отыр ме? Құтты болсын, екеуің аман болыңдар. Жастарың ұзақ болсын. Міне көріп атымыз, балаларыңа рахмет. Қандай той істеп беріп атыр. Тараздың төрінде. Рахмет. Бізге де осындай балалар өсіп той істеп берді ғой. Көреміз құда қаласа. Қазір ғой. Көке аман бол. Тойың той қыласын. Бақытты бол. Бала шағың қызығын көр. Мен көкем ғой, көкем. Рахмет. Рахмет. Әріптестер жағы қосыламыз ба? Мінекей ауызбіршіліктеріңізге мың алғыс. Құрдастар жағы, достар жағы аман болыңыздар. Енді біздің Олжан әпкеміз бар. Бұл кісі ұл қыздармен қатар шығу керек еді. Осы кісілердің ұлы қызындай болып кеткен әпкеміз. Енді өзіңізге ұсынайық. Осы кісілерге деген бір ауыз тілек ниетпен өзіңіз түйіндеп беріңіз қанекей. Той қоласын. Ал Свет әпке, Орынбас тәте, бүгінгі алтын тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, ең бірінші өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Аман есен, осы бала шаға, немере шөберенің қызығына тоймай, солардың ортасында, соларға бас сие болып, аман есен жүре беріңіздер. Шөбере сүйіңіздер, шөпшек сүйіңіздер. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын.
Ең жаман күндеріңіз осындай болсын. Жақсы күндеріміз көп болсын. Тек қуанышта, жақсылықта бас қосуды Алла нәсіп етсін. 100 жасаңыздар. Бақытты болыңыздар. Рахмет, әпкеміз, әріптестеріміз, жекжаттарымыз, құрдас, достар, ізгі тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді өзіңізге күшті айттыңыз. Ал, не дейміз, мына жиналған көпшілік қадамдарыңызға нұр жаусын. Содан кейін Ореке, тәтем, Света жешем, Гүлнар әпке айтпақшы, біз келіншек болып жүргенде түскен келін ет деп жатыр ғой сіздерді. Мен осы көшеге келін болып түскен кезде 20 жасында. Болады, бір жастағы кішкентай бала едім, басының тамыры шығып отыратын бір Ауғанстан сияқты бір арық болып бала отыратын. Сол кезде мен келіншек болып түскем, содан бері қарай осы кісілерменен көрші болып тұрып жатқанымызға 38 жыл болыпты. Сол жерде әйтеуір осы кісілерден үйреніп, осы кісілермен қарым қатынаста болып, әлі де әйтеуір аға болып, жеңге болып араласып жүрміз. Ошақтының қызы деп қояды, менің әкем әлі тірі болғанда ошақтының қызы болғам, 35 жыл ошақтының қызы болдым, 38 жыл болды Орекеңнің қарындасымын. Ореке, бар болыңыз, аман болыңыз, бауырмашылсыз. Света шешем де сондай, бәрін әйтеуір бауырына басып, жаңағы алысты жақындатасыз деген сияқты. Бар болыңыз, бауырларыңыз бүтін, бастарыңыз аман есен болсын. Мына қораластар төрге шығбасындар, Ербол құтты болсын, әпкеңнің, жездеңнің тойы, бүгінгі туылғаныңыз құтты болсын. Мына ел сияқты бізде бір шапан әкеп жабар едік, қол тимеді деп қояды. Ол шапанды тәтем бүгін көтер алмай тұр өзі. Шапаннан надайылы шығып тұр. Тағы да бірде болар тәте, тек мінекей жақсы тілегімізді білдірейік деп, бүгінгі жұмыстан сұранып тұрып, сіздің тойға қатысуға асығып келген жайымыз бар. Мен енді көп нәрсе айтқымақ кеп тұр. Үйге барып тағы да айтам ау деймін осы. Уақыт бар ма? Онда айтам деп қояды дейді. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Мінге Рахима жешем, әке шешенің көзін көрсе де, өзі өлсе де көз көрген өлмесін деп, мінге жақсы бір жеңгелерімнің бірі. Жолдас тәтем келіншегі, жаным сарғыз деп мен бетінен сүйіп жатыр. Мен шешемді көргенде болып жатырмын. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Бүгінгі Света шешем менен Орынбас тәтемді сыйлап келгендеріңізге, барлықтарыңыз үйлеріңізде осындай алтын той бұйырсын. Тойдан тойға жете беріңіздер. Рахмет. Ал, ата-анамыз ортаға келейік, бір әдемі естелік суреттің куәсі болайық. Көке келіңіз, естелікке суретке түсейік мінекей. Түсіресіз ба, или түсірмейсіз ба, не осы? Фотограф. Ғашық болып жүректер бала кезден, сарғышы тұнжырлы дала көзден. Тасалса жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Ғашық болып жүректер бала кезден, сарғышы тұнжырлы дала көзден. Тасалсаң жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Тасалсаң жанымнан сені іздедім, сен болмасаң мен жалғыз дала кезген. Сарғалым түс сүйкімді секілді, түс сиқырлы күн түні естен кетпей орылайсың күшті ұйқымды.
көрмесем күн көркіңді мен қалай шыдам қылам. Белің ай бұраң бұраң хош үйсің гүләң қығаны көркіңнен айналайын көруге құмар қылған. Белің ай бұраң бұраң жүрсің сылаң сылаң көрмесем күн көркіңді мен қалай шыдам қылам. Белің ай бұраң бұраң хош үйсің гүләң қығаны көркіңнен айналайын көруге құмар қылған. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел билейік оңаша. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Ей тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Енді қадірлі көпшілік, бір сәтке дастархан басынан орын алсаңыздар, алыстың берісі болады, алмақтың салмағы болады деген қазақтың баласымыз. Аллаға шүкір, осы ата анамызды сыйлап құрметтеп алыс жағынан келген меймандарымыз бар. Дегенмен де той кесімдіге өздеріңіз сіздерді сыйлап келген игі жақсыларымызға көке өзімізден бастап неге бір ауыз алғысымызды, рахметімізді айтайық. Тойға оласын ғанекей. Ал құрметті қонақтар, айналып кетейін, мен сыйлап келген өрен жарандарым бар, құрбы құрдастарым бар о жерде. Бәріңіздерге рахмет. Той-тойға ұласын, еш жаманшылық болмасын. Әр үйде осындай жақсы бір не болсын жағын. Той болсын, одан артық не айтамын. Жақсы болыңыздар бәріңіздер. Әкеміздің сіздерге деген ізгі тілек ниетін тыңдаған жандар болса, бір қол соғып қошемет тұрып қойсаңыздар, артық етпейді. Анамыз өзіңізге ұсынайық қанекей. Рахмет. Құрметті құдағиларым, бауырларым, мына тойға келген ағайындарым, Гүлнар жешен бастаған мінекей, артындағылардың бәрі өңкеу қайныларым ғой, көз көрген. Келгендеріңе рахмет айналайын. Мына Болатымның ұжымдастары, мына 75-ке толған шалдың құрдастары, бәріңе келгендеріңе көптен көп рахмет айтамын. Мына яқта мінекей менің ержанымның қайын жұрты
жандарым, сендерге көптен көп рахмет. Ержанымды еске түсіріп алсыңдар айналайындар. Рахмет, осы той сендерге де жұғысты болсын. Тек қана тойда жолығайық. Барлықтарың осы алтындай уақыттарыңды бөліп, біздің мына кішкентай ғана қуанышымызды бөліп келгендеріңе бас иемін, алғысым шексіз сендерге, барлығыңа да. Енді мына менің өзімнің балаларыма айтатыным, жандарым, рахмет. Мінекей, әйтеуір еңбегіміздің жемісін көріп, мінекей, Ерболатым мен Болатыма көптен көп рахмет айтамын. Осыларым аман болсын, өссін, өнсін. Тек қана екі балама мінекей жақсылық деймін. Қыздар деген қонақ қой міне. Қыздарым да аман болсын. Енді қыздар қонақ болып кеп жатырмын. Осының бәрін жасап атқан балаларыма, екі келініме, өзімнің тәрбиемді алған мына Айжаным мен Ильяма да көптен көп рахмет айтамын, жандарым. Бақытты болыңдар. Осы сендер де осы 75-ке келіп, әкелеріңнің жолын қуып мінекей. Келіндерім өзімдей болса жаман болмайды деп ойлаймын мінекей. Жандарым, рахмет, осы уақытқа дейін жақсылықтарыңды көрсетіп атырсыңдар. Әлі де аман болса көреміз деп ойлаймын. Аман болыңдар, өссіңдер, өніңдер. Тек қана сендерге, жандарым, қызым болсын, ұлым болсын, бәріңе жақсылық деймін. Тек қана амандықта ғана, тойда ғана жолығайық барлығымыз. Келіп атқандарың айналайын, рахмет. Мына жақта әке шешем отыр. Әкемнің көзі кетсе де, ол кісілер мінекей көз көрген. Бауырларым айналайын. Осы қалған бауырларым аман болып, осы тойда ғана бәріміз жолғайық айналайындар. Той жұғысты болсын. Рахмет, келген қадамдарыңызға құтты болсын. Рахмет. Рахмет, ата-анамыз аман болыңыздар. Көрген қызықтарыңыздан көрер қызықтарыңыз көп болсын, Алла қаласа. Ұзағынан сүйіндірсін. Рұқсат болса, осындай той қуаныш әр қазақтың шаңырағында болсын деген ниетпенен бұрынғының соңғы жолы осы той егелерінің атынан той бастар керуен тарта қабыл алыңыздар. Ей, тамада бала. Жиналып қалғын құралсаң, сөйледік көзге қарсаң, бұл үйдің көрбін айдайын, той болмадау деген. Той бітті деген сөз емес, ошақ теліндегі кереметтей қуаныш тойымызды ортаға шығайық, бимен жалғайық. Әр қазақтың шаңырағында тек қана той болсын, қуаныш болсын. Өздеріңізбенен тойда қауышуды Аллахта қаламыз нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Жалпы би антракт болсын ағайын. Той қаласын. Құдай қаласа, Айжан, кішкентай ғана бір сый-сияпатымызды енді Құдай қаласа сізде бір иығына сізде бір алтын тойға жетіңіз деп Құдай қаласа иығыңызға бір кішігірім шапан жапқымыз келіп тұр. Рахмет, барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Рахмет, аман болыңыздар. Әр қазақтың шаңырағында той болсын, қуаныш болсын. Тойда жолғайық ағайын. Жалпы би антракт. Көте тұрын таңдарынан бір асым етшесі